Сәлем, каналыма тіркеліп, көпіл басуды ұмытпа. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, сіздерге мына ойынды таныстырып өтейін. Ұлттық құндылықтар 4 тапсырма берілген. Мына жерде кубикті пайдаланады. Кубикті лақтырып, қандай түс асық түседі, соны сол тапсырманы балалар орындайды. Мысалы, сары түссе пазл ойыны. Бұл жерде балаларға мынандай карточкалар беріледі алдына. Сол карточкаға қарап, балалар мына пазлды құрастырады. Осылай құрастырып шығады. 4 түрлі асық. Сосын екінші тапсырмамыз түстеріне қарай топтастырып. Бұл мынадай ойын. Балалар түсіне қарай сәйкестендіреді асықтарды. Осылай түсіне қарай сәйкестендіріп шығады. Сосын келесі тапсырмамыз пішіндер. Бұл жерде балаларға алдына мынандай карточка беріледі. Сосын мынандай асықтар таратамыз. Балалар мына асықтардың ұяшығын тап деп балаларға тапсырма береміз. Балалар пішініне қарай асықтардың ұяшығын табады. Мына жерде қайт, мына жерде шеңбер, 4 бұрыш, 3 бұрыш деп балалар асықтарды ұяшыққа орналастырады. Сосын бұл жерде түсіне де қарай топтастыруға болады. Мысалы, сары асық, қызыл асық, көк асық деп. Бұл жерде балалар пішіндерді атайды, пішіннің түстерін ажыратады. Сосын келесі тапсырмамыз шапалақ әдісі. Асықтарды санап, балалар былай шапалақпен ұрады. 1, 5, 2 деп шапалақ әдісі. Бұл ойынды осылай ойнатамыз. Сосын мына жерде мынандай жеке жұмысқа осындай ойын дайындадым. Бұл жерде балаларға карточка беріледі мынандай. Сосын асықтарды бөлек алдына қоямыз. Осы карточканы асықты осылай береміз балалардың алдына. Сосын мынандай карточка береміз. Сосын карточкаға қарап балалар асықты орналастырады. Мысалы, бірінші қызыл асық, екінші жасыл асық деп, үшінші сары, төртінші көк деп. Осылай орындайды карточканы. Рахмет, сіздерге каналыма тіркеліп, көпіл басуды ұмытпа.